Сәлем қыздар, егер де сіздер менің арнама алғашқы келсеңіздер, менің есімім Шолпан болады. Жалпы мен өз шығарылымдарымда, өз каналымда тоқыма өнері туралы жалпы өзімнің бар білгеніммен сіздермен бөлісемін. Бомбон жібінен, түрк жібінен түсі күрең қызыл. Осы жіптен мен 3-4 жастағы қыздарға арнап жемпір тоқу үстіндемін, мастер-класс. Бүгінгі екінші бөлігі. Бүгін мен сіздерге мына жалған кетлевка атысымда кетесірек дұрыс көрінбесе, анығынан мен қазір екінші нәрсе тоқып жатырмын. Онда мінекей сіздерге анық көрінеді. Осындай керемет әдіс. Қыздар, қолдарыңызға мына бастапқы нүктені білдіру үшін маркер тағып алыңыз. Маркер болмаса тағылмайтын сырғаңызды немесе қолдан бір нәрсе жасап алуға болады. Әйтеуір сіздерге мына белгілі болу керек. Содан соң енді мұқият қараңыздар. Бүгінгі шарымда мен тек қана сіздерге жалған кетлевка әдісін көрсетемін. Жіп сымды артынан айналдырып шалып аламыз. Содан соң оң тоқимыз. Тағы да шалып аламыз. Мына теріс тұр ғой, біздерде теріс әдісті сіздерге көрініп жатыр ма? Оны да оң аламыз. Мінекей. Әр бойдың барлығында барлығын оң алып шығамыз. Сонда біздің қолымыздағы 82 жібіміз бізде 164 бұл. Бұл бізде бірінші жол. Немесе бірінші бой деп айтуға болады. Осылайша ала беріңіздер. Қазір екінші айналымға келген кезде мен сіздермен қайттан кездесемін. Сонымен қыздар, жалған кетлевка әдісінің бірінші бойын болды. Екінші бойын бастаймыз. Бұнда жаңа біздер алдық қой, бос шалулар мінекей көрініп тұрды. Бос шалу алғанымыз. Соны жұмысшы жіпті алдына қоямыз, алдыңғы жағына тартамыз. Содан соң бос шалудың алдыңғы жақ, артқы жағынан емес, алдыңғы жағынан алып, бұны теріс тоқимыз мінекей. Көрдіңіз бе? Содан соң оң шалуды тек тоқымай, жай ғана іліп аламыз. Көрдіңіз бе? Жіп оң шалу алғанда, жіп оңның алдында тұрмайды, артқы жағында тұрады мінекей. Келесі кеттік. Бос шалуды алдыңғы жағынан жіптің теріс тоқимыз. Содан соң оң шалуды алдыңғы жағынан алыңыздар. Мына артқы жағынан бұлай алмаңыздар, алдыңғы жағынан алыңыздар. Оң шалуды тағына бос шалып аламыз. Тоқымайсыздар. Содан соң бос шалуды тағы да теріс тоқимыз. Оңды жай ғана бос аласыздар. Жібіңіз оң шалғанда міндетті түрде оңның артында қалады. Теріс тоқымайсыздар. Теріс тоқымай аласыздар. Теріс шаламыз, тоқымай аласыздар. Мінекей. Бұл біздерде екінші бой. Түсініп жатыр деп ойлаймын. Қазір мына екінші жолды бітірем. Содан соң сіздермен үшінші жолға келгенде көрсеміз. Мына жерге тоқып боламын, сол уақытта сіздермен қайттан кездесемін. Сонымен қыздар, екінші айналымды болдым. Мінекей, маркерге келдік. Келесі үшінші бой басталады. Үшінші бойда біздер мына теріс шалуды жай ғана бос аламыз. Мінекей. Енді бұл жолы оң шалуды тоқимыз. Теріс шалуды алдық, бос аламыз. Оң шалуды тоқимыз. Теріс шалуды бос алдық,
оң шалуды тоқимыз. Мінекей. Теріс тоққанда жұмыс жібіміз алдыңғы жағында тұрады. Оң тоққанда оң шалудың артында тұрады. Осыны өте мұқият болыңыздар. Бұл бізде үшінші ой. Қазір мен мына маркердің тұсына келем, сол уақытта сіздермен. Сонымен бұл төртінші бой. Терісті тоқимыз, оңды босаламыз. Терісті тоқимыз, оңды босаламыз. Теріс шалуды тоқимыз, оңды босаламыз. Теріс шалуды тоқимыз, оңды босаламыз. Мінекей. Оң шалудың арасын ашып алыңыздар алдыңғы жағынан. Ғой болды. Оңда босаласың, терісті тоқисың. Осылайша тоқи береміз, қыздар. Сонымен төртінші бой біткен кезде мен сіздермен қайттан қауышамын. Мінекей. Сонымен қыздар, бесінші бойға да келіп жеттік. Бесінші бойда біздер теріс шалуды босаламыз. Үшінші бой сияқты болды. Оң шалуды тоқимыз. Мінекей. Терісті босалдық, оңды тоқыдық. Сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Мінекей. Оңды тоқыдық. Терісті босалдық, оңды тоқыдық. Сонымен қыздар, осылай тоқи береміз. Қазір мен бесінші бойы бітірген кезде сіздермен қайттан кездесемін. Сонымен біздер бесінші бойды да болдық. Тоқып. Енді соңғы бойымыз, жалған кетлевканың ең соңғы бойы, алтыншы бойда. Бұнда біздер жаңа 82 жіптен тоқыдық. Бірінші бойда біздер екі еселедік та, бос шалумен 82 бізде 164 болды. 164 жіппен тоқыдық та. Енді осы жаңа қосқан жіпті біз азайтамыз. Екі жіпті бірге аламыз. Кешіріңіздер, мен кішкентайларым дауыстар шығып жатыр. Теріс аламыз. Мінекей теріс пен оң тұр ғой. Екеуін теріс аламыз. Қысқартамыз. Тағы да. Мінекей. Мінекей теріс болып шығып жатыр. Сонымен қыздар, мінекей екі жіпті бір шалып қысқарту әдісімен алтыншы бойдың соңына келіп қалдық. Мінекей. Болдық. Маркерге келдік. Мінекей. Мінекей. Жалған кетлевка әдісі. Мына оң жағында осылай тұрады, жағы мынандай болып тоқылды. Мінекей. Ал оң жағы мынандай болып тоқылды. Өте әдемі да. Бұл әдісін ссылкасын қоямын. Көріп тоқып бастауларыңызға болады, қалай тоқылатын. 82 жіптен тоқылатын айттым. 83 жіптен мәджиглов әдісінде біреуі қысқаратын айттым. Жалған кетлевка әдісін қалай тоқылатын айттым. Келесі шығарында, келесі мастер-классымда мен сіздерге реглан әдісін қалай тоқитынымызды, оны қалай бөлетініміз туралы айтамын. Сонымен қыздар, қатарларыңыздың күн сайын көбейіп, каналыма жазушылардың көбейіп кеткеніне өте қуаныштымын. Қазақ тілді тоқыма каналын мен болып, сіз болып ашсақ, өте қуаныштымын.
сонымен арнама жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазылыңыздар. Сонымен сау болыңыздар. Пока-пока.